Алло. Келдіңдер ма? Қазір міне шығамын. Ассалаумағалейкум. Аман-есен? Жақсы өздерің? Ертерек барайықшы шаруаны. Бітірейік. Дос бұл кешке біздің үйде ауызға шақыр, білесіңдер ғой. Ұмытқанған жоқсыз? Сен ораз едің ғой? Аузыңда ішіп бергесің ба, или ауырып қалдың ба? Ауырып қалғанда, ауырған жоқпын. Ұмыт кеттім оразда екенімді. Кейін? Мен не болды? 60 күн ұстайын ба енді? Рамазан айында ораза ұстаған адам байқаусызда ұмытып, ішіп жеп қойған болса, онда оның оразасы бұзылмайды. Бірақ ораза екендігі есіне түскен сәтте дереу ішіп жеуді доғарып, аузын шайып, оразасын жалғастыра береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде кімде-кім ұмытып ішіп жеп қойған болса, оразасын қайта жалғастырсын. Өйткені Алла тағала оны ішіп жегізді деген. Ораза екендігі есіне түскен сәтте дереу одан тыйылу керектігін біле тұра, болды, оразам бұзылды деп, ары қарай тамақ жеуді жалғастырған болса, ондай адам күнәһар болады. Ал егер ораза екендігі есіне түспей, ішіп жеп қойған болса, онда сол күнімен кеш батырған болса, сол күндік оразасын Рамазан айы өткеннен кейін бір күндік қазасы ретінде өтеледі. Рамазан айы мүбәрәк болсын.